Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып досы көпті жау алмайды. Оқу мақсаты эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу. Етістіктің есімше, көсемше түрлерін тұйық етістікті тілдесім барысында қолдану. Жәнібек пен Азамат деген екі дос Сахарада сапар шегіп келе жатып, әлденеге келісе алмай ерегесіп қалады. Жәнібек ашуланып Азаматтың кеудесінен қатты итеріп жібереді. Жәнібектің соққысы жанына батса да Азамат үндемейді. Бірақ құм бетіне Азамат бүгін менің жан досым кеудемнен итерді деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп ұзамай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп, салқындап алуға бекінеді. Суға түскен сол-ақ екен Азаматтың аяғына балдыр оратылып, тұншыға бастайды. Жәнібек жалма-жан көмекке ұмтылып, оны өлімнен құтқарып қалады. Бір ажалдан аман қалған Азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тасқа ойып, мынандай сөздер жазады. Бүгін менің жан досым өмірімді сақтап қалды. Жолдасының ісіне аздап таң қалған Жәнібек: алғашқы ісімді құмға жазып едің, соңғысын тасқа жазып жатырсың. Мұның мәнісін түсіндірші деп сұрайды. Сонда Азамат: бізге біреу зиян тигізсе, істеген ісін құмға жазуымыз керек. Кешірім желі суырып, оны өшіріп жіберуге жеңіл болады. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, оны тасқа жазғанымыз дұрыс. Қандай дауыл, борандар болса да, оны ешқашан өшіре алмайды деген екен ақылды бала Азамат. Бірінші тапсырма: берілген бейне жазбаны мұқият тыңдай отырып, сұрақтарға жауап беріңіз және менің досым деген тақырыпта эссе жазыңыздар. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз етістіктер. Олар тұлғасына қарай және құрамына қарай бөлінеді. Тұлғасына қарай негізгі түбір етістік, мысалға көр, ал. Туынды түбір етістік, мысалға ойла, қолда. Ал құрамына қарай дара етістік, айт, қайт. Күрделі етістік, алып, қайт. Келесі тапсырма оқулықпен жұмыс. Оқулықтың 86 бетіндегі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Тапсырма шартына сәйкес өлеңдегі етістіктерді тауып жазып, оларды сөз құрамына қарай талдаңыздар.